Қайырлы күн, құрметті тыңдарман. Сіз Ойды Оят подкастын тыңдап отырсыз. Бүгін біз күнделікті өмірде, білім беру саласында көп айтылатын жаңаша дағды, креативті ойлау туралы сөйлесеміз. Бұл не? Оны қалай дамытамыз? Оны қайда қолданамыз? Қызық па? Ендеше бастайық. Бүгінгі подкастымыздың қонақтары Ақтөбе жоғарғы гуманитарлық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі, педагог зерттеуші Балғазиева Ләззат Таңатаровна мен қазақ тілі мен әдебиеті біліктілігінің 4-ші курс студенті Қуанышқызы Ақбота. Қош келдіңіздер. Ләззат Таңатаровна, қазіргі білім беру саласында креативті ойлау тіркесін көп кездестіреміз. Ендеше сізге сұрақ. Креативті ойлау дегеніміз не? Қарапайым тілмен айтатын болсақ, креативті ойлау жаңа ерекше идея табу. Мысалға айтатын болсақ, барлығымыз ойланып отырған кезде біреуіміз ерекше бір ой тудыру қағидасы. Жақсы. Неліктен қазіргі таңда креативті ойлау маңызды? Креативті ойлаудың маңыздылығы қазіргі таңда ақпарат өте көп, бірақ ерекше болу өте қиын. Креативтілік сондықтан да бұл баға жетпес құндылық. Сонымен қатар креативтілігінің маңыздылығы мәселені тез және жаңа тың оймен шешу жолдарын таба алатын болсақ, екіншіден баланың бір мәселені басқаша оймен шешу жолдарын қалыптастыру. Құрметті Ақбота ханым, сіздер өздеріңіздің мамандықтарыңыз бойынша мектептен практикадан өтесіздер. Практика барысында қазақ тілі мен әдебиеті пәндері бойынша оқу бағдарламасында шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп жазу, креативті жазу, автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу сияқты мақсаттар бар. Сабақта креативті ойлауды қалай дамытуға болады? Жалпы мұғалімнің әр сабағында оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытатын, креативті ойлау дағдыларын қалыптастыратын өзіндік әдістер болу керек. Себебі ол қазіргі заман талабы. Өйткені креативті ойлау арқылы оқушылардың білім деңгейі артады. Ойлау қабілеті және ой жүйесі өзіндік сыни көзқараста қалыптаса бастайды. Неліктен нақты білім саласында креативті ойлау маңызды? Білім саласында біріншіден оқушылардың қызығушылығын арттырады және мәселелерді шешуге өзіндік және сыни көзқарасын қалыптастырады, ақпаратты есте қаларлық етіп, дағдыларын жүйелейді. Колледжде қазақ тілі мен әдебиеті пәндерін оқыту әдістемесі пәндерінен креативті ойлау, шығармашылық жазбалардың әдістерімен танысқан боларсың. Қандай әдістер бар, атап берші, және практикалық тұрғыдан дәлелдемелеріңіз бар шығар. Әрине, менің теориялық білімімде де креативті ойлау дағдысын қалыптастыратын бірнеше әдіс-тәсілдерді қолданған болатынбыз. Солардың бірнешеуі мақала, хат жазу, сұхбат, сценарий, мемуар сияқты бірнеше түрлері бар. Мысалы атап кетсек, хат жазу. Бұл балалардың шығармашылық қабілетін дамытатын ең кең таралған түрі. Бұнда оқушылардың креативті ойлау дағдысы қалыптасып, алыстағы адамна өзіндік жанашырлығын, сезімін білдіру арқылы жасалынады. Келесі бізде мемуар, бұл қысқа әрі нақты жазылған жазба түрі. Ол ойлау арқылы, яғни белгілі бір тақырыпқа байланысты жазылған. Мысалы бізде ақын берілген, сол ақынға қысқа мемуар жазу, яғни ақынның өмірбаянына тоқталмай, ақын туралы не ойлайды, оның ойы қандай деген секілді. Осындай шығармашылық түрлері бар. Бұл креативті ойлаудың негізгі осы әдіс-тәсілдер арқылы жасалынады және ойлау қабілетін арттырады. Ендеше екеуіңізге ортақ сұрақ. Сабақта креативті ойлау мен шығармашылық жұмыс барысында қандай нәтиже күтесіздер? Жалпы ақпаратты құр жаттамай, түсініп, түрлендіріп, өмірде қолдана алады. Және де оқушылардың пәнге қызығушылығы мен белсенділігін, сөйлеу мәдениеті мен ойлау дағдысын қалыптастырады. Бүгін біз креативті ойлау туралы әңгімелестік. Есте сақтаңыздар. Әрқайсыңызда ерекше ой, ерекше көзқарас бар. Ең бастысы, қорықпай ойла, сұрақ қоя біл.
ерекше болуға тырыс. Келесі эпизодта кездескенше, қош, сау болыңыздар.